Сәлеметсіздер ме, құрметті менің таразы белгісінде туылған көрермендерім, қалдарыңыз қалай? Сіздерге арнап 2025 жылдың сәуір айына астрологиялық жұлдызнама жасайтын боламын. Ең басты нәрсе бұл асцендент белгілеріңіз, оны әр видеоларымда айтып жүрмін. Асцендент белгіңіз бойынша да қараңыздар осы менің жұлдызнамаларымды. Егер білмейтін болсаңыздар, астында ссылка бар, Инстаграм, Телеграм каналдарыма тіркеліп, сол жақта маған жазсаңыздар анықтап беретін боламын. Көп көрермендер менің видеоларымды тіркелусіз қарайды екен. Бұл энергиялық алмасу үшін міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Жалпы сіздер үшін сәуір айы қандай болмақ? Соңғы айларда 2024 жылдың соңынан бастап десек болады, барлық планеталар парад жасады, яғни барлығы ретро қозғалыста болды. Барлығы біздің жер планетамызға өте жақын болды. Неге? Өйткені планеталар ретро болған кезде олар артқа қарай жүреді және біздің жер планетамызға кішкене жақындайды, жақын орналасады. Сол үшін бізге қатты әсерін тигізеді. Енді осы сәуір айында Меркурий мен Венера планетасы ретро қозғалыстан шығатын болады. 7 сәуір күні Меркурий планетасы шығады. Меркурий соңғы 3 апта бойы сіздердің 6-шы секторларыңызда болды, яғни денсаулығыңыз бойынша қандай да бір проблемаларыңыз болған болса, немесе ауруханаға жүгінген болсаңыз, немесе жүгіну керек болсаңыз, сол жұмыстарыңызды жасай бастайсыздар, 7-сінен бастап қолға ала бастайсыздар. Одан кейін жұмысыңызға байланысты қандай да бір түсініспеушіліктер болса, барлығы шешілетін болады. Немесе сіз жұмыс іздеп жатқан болсаңыз, таппай жатқан болсаңыз, өзіңізге ұнайтын, жаныңызға жақын, өзіңізге келетін жұмысты 7-сінен кейін табуыңыз мүмкін. Жалпы Меркурийдің ретро кезінде сондай бір торможениялар болады деп айттым. Яғни қандай да бір жұмыстарда бірден шешілмей жатуы мүмкін. Бір жұмысты өзіңіздің ойыңыздағыдай барып бітіре салам дегенде оның астарында көп нәрсе жатуы мүмкін. Яғни сондай қиыншылықтармен кездескен болсаңыз, онда соның барлығы шешіле бастайтын болады. Кейін 14 күні Венера планетасы ретродан шығатын болады. Ол да сіздердің осы 6-шы секторларыңызда болды. Венера бұл махаббат, Венера бұл ақшаның планетасы деп айтамын. Енді бұл жерде сіздерде қандай да бір бәлкім емделуге ақшаларыңыз жетпеген болса, немесе жұмыста қандай да бір ақшаңыз берілмеген болса, уақытылы берілмеген болса, немесе дұрыс берілмеген болса, сондай мәселелер шешіле бастайды. Одан кейін сіздің бизнесіңіз болып, кішкене кризиста болған болсаңыз, жаңағыдай төлемдерді кешіктірген болсаңыз, сол жұмыстарыңыздың барлығын аяқтайтын боласыздар. Яғни өзінің ағынына түсе бастайды қандай да бір жұмыстар. Немесе саудада жүрген адамсыз, соңғы кездері саудаңыз болмай қалған болса, яғни сіздің ақшаңыз әдеттегіден кем болған болса, сондай мәселелер өз ағынына түсе бастайды. Одан кейін 13 сәуір күні ай толатын болады. Ай толған кезде мен айтам кульминация деп. Ай толған кезде адам белгілі бір шешімдер жасайды. Енді айдың толуы сіздердің бірінші секторларыңызда өтетін болады. Бұл деген өте маңызды секторлар, өйткені бұл сіздің белгі, сіздердің бірінші секторыңыз, сіздің жеке тұлғаңызға байланысты мәселелерде өте маңызды шешім жасайсыздар. Сіздің жеке басыңызға байланысты, сіздің имиджіңізға байланысты, жалпы сіздің жеке басыңызға байланысты мәселелерде шешімдер. Енді ол шешім әркімде әртүрлі болады. Бір адамдар осы кезде өзінің имиджін өзгертіп жатса, бір адамдар өзінің статусын өзгертіп жатады, бір адамдар өзінің самооценкасын көтеріп жатады. Әртүрлі ситуация әркімде. Жалпы сіздің өзіңізге байланысты мәселелер, жеке басыңызға байланысты. Одан кейін 17 күні Меркурий планетасы 7-ші секторларыңызға кіретін болады, яғни жаңағы айдың толуына қарама-қарсы секторға тұрады. Бұл жерде сіздерде қатты қарым-қатынас мәселесі көтерілуі мүмкін. Қарым-қатынасқа байланысты мәселелер, қандай да бір түсініспеушіліктер болса, қиыншылықтар болған болса, сол мәселелерді шешетін боласыздар. Бұл жерде барлығын түсініп, сөзбен бір-біріңізге түсіндіріп, өте байыппен, жаңағыдай шыдамдылықпен бір-біріңізді тыңдап, екі жақты таразыға қойып, таразы белгісінің энергиясы бойынша шешуге тырысыңыздар. Жалпы бұндай бір шешімдер жасаған кезде, таразыға қою, екі жақты салыстыруға келген кезде сіздер алдарыңызға жан салмайсыздар. Яғни сіздер бұл жерде өте мықтысыздар. Сондықтан бұл жерде қандай да бір ситуациялар болса, сіздің партнерларыңызбен
басқа адамдармен, оның барлығын сіздер өз жағыңызға қарай шешетін боласыздар. Өйткені жаңағыдай айдың толуы болып тұр. Айдың толуы кезде сіздер барлық картинаны толығымен көретін боласыздар. Сондықтан бұл жерде сіздерге шешім жасау өте оңай болады және өздеріңізге жаңағыдай ыңғайлы, выгодный шешімдер жасайтын боласыздар. Именно қарым-қатынас мәселесінде, партнерлар, бизнес партнеріңіз болсын, жеке өміріңіздегі партнеріңіз болсын, бұл жерде өте сондай маңызды шешімдерді өз жағыңызға қарай шешетін боласыздар. Кейін 19 күні Марс планетасы сіздердің 11-ші секторларыңызға кіреді. Енді Марс планетасы бұл сіздердің энергияларыңыз, сіздің энергияңыз көбінесе арман тілектеріңізге бағытталатын болады. Осы кезде сіз ұзақтан бері ойлап жүрген армандарыңызды жүзеге асыруға кірісесіздер. Жаңағы айтқаным бойынша екі ортадағы партнеріңізбен проблеманы шешкеннен кейін сіздерде импульс пайда болады. Яғни бұл енді интернеттің, жаңағы социальный сеттің, достарыңыздың и сіздердің армандарыңыздың, тілектеріңіздің секторы болғандықтан сол мәселелерге энтузиазммен, импульспен кірісетін боласыздар. Яғни сондай мәселелерді көтересіздер, сол мәселелерді жүзеге асырасыздар. Кейін 20 күні күн планетасы сіздердің 8-ші секторға кіретін болады. Күн планетасы бұл біздің ерік жігеріміз. Күн планетасы 8-ші секторға кіріп, сол жерге өзінің сәулесін түсіретін болады. Яғни бұл жерде сіздің партнерларыңыздың қаржысы болуы мүмкін. Енді 8-ші сектор бұл ақшаның секторы деп айтамыз. 2-ші сектор сіздің жаңағы өзіңіздің ақшаңыз болса, оған қарама-қарсы сектор бұл сіздің партнерларыңыздың ақшасы. Мүмкін сізге бір инвестиция түсуі мүмкін. Бұл жерде сізге қарызға біреу ақша беруі мүмкін, немесе сіздің проектіңізға просто так инвестиция жасауы мүмкін, немесе сіз алам деген жаңағы ипотеканы алуыңыз мүмкін, немесе сондай мемлекеттен алынатын қандайды бір қаржылар болуы мүмкін. Торпақ белгісі болғандықтан бұл қаржы мәселесі, яғни сізге қандайда бір қаржының түсуі, бұл сізге жаңағы партнеріңіз арқылы түсуі мүмкін. Сіздердің общий бюджетіңізға ақша түсуі мүмкін, яғни сіздің партнеріңіз сондай жақсы жұмысқа тұруы мүмкін, немесе премия алуы мүмкін, немесе бір жақсы проект алуы мүмкін. Яғни сізге де бір ұшы тиетін болады, сізге де жақсы болады да, бірақ та бұл сіздің ақшаңыз емес, басқалардың ақшасы болуы мүмкін. Бірақ сіз сол нәрсеге тікелей қатысты боласыз. Одан кейін 18 мен 30 күннің аралығында аспанда большой квадрат деген аспект болады. Бұл аспект напряженный аспекттардың бірі, көптеген сфераңызда напряжениялар туындайтын болады. Енді бұл аспект адамды сондай бір шыдамдылыққа сынайтын аспекттардың бірі деп айтсақ болады. Бұл жерде сіздің шыдамдылығыңыз сыналатын болады. Қарым-қатынас секторы бойынша, қаржы секторы бойынша және сіздің достарыңыз, балаларыңыз, яғни өте маңызды деген секторларыңызды түртетін болады. Сол секторларда сіздерде напряженный ситуациялар болады. Бұл кезде қатты агрессияға берілмей, міндетті түрде барлығын байыппен шешу керек болады. Яғни байыптылықты сақтау керек. Бұл кезде адамға тепе-теңдік, баланс керек, яғни шыдамдылық керек деп айтсақ болады. Одан кейін 28 күні бізде жаңадан ай туылатын болады. Жаңа ай туылған кезде жаңа энергия деп айтам. Жаңа ай туылған кезде адам жаңа қадамдар бастайды. Бұл сіздердің 8-ші секторларыңызда болады, торпақ белгісінде. Бұл кезде жаңа бастамалар. Адам қандай да бір жаңа қадамдар жасайды. Енді бұл сіздерде партнеріңізға байланысты қадамдар болуы мүмкін. Бұл жерде сіз емес, сіздің партнеріңіздің өмірінде қандай да бір жаңа қадамдар болуы мүмкін. Жаңа жұмыс, жаңа проект деген сияқты. Яғни сол адамның қаржылық жағдайының жақсаруы, сол адамның қаржысының көбеюі болуы мүмкін. Яғни сіз де бұған қатысты боласыз. Одан кейін бұл жерде инвестиция болуы мүмкін. Яғни өзіңізге керекті, өзіңіз біраз уақыт жұмыс істеген инвестицияға жетуіңіз мүмкін. Сол инвестицияны алуыңыз мүмкін. Немесе бұл банктен алатын кредит болуы мүмкін, жаңағы қарыз, немесе бұл ипотека болуы мүмкін, тұрақты мүлікке алынған ипотека.
Бұл аспект жаңағы ұзақ уақыт стремиться еткен, талпынған бір тұрақтылығыңызға жету, бір комфортыңызға жету болуы мүмкін. Яғни сіз өте терең тұрғыдан қалаған нәрсеңізді алу, немесе сол қалаған нәрсеңізге аяқ басу, сол нәрсені бастау. Мысалға, сіз ұзақтан бері психолог мамандығын оқығыңыз келген болса, сол оқуды бастау деген сияқты. Яғни қандай да бір трансформация болады. Бізде 8-ші сектор бұл трансформацияның секторы. Сондықтан сізде ішкі жағдайда немесе сыртқы жағдайда қандай да бір трансформация. Кейбір адамдарда бұл торпақ белгісі бойынша ақшаның темасы болуы мүмкін. Яғни жаңағы партнерларының ақшасының көбеюі, солардың өміріндегі өзгерістер, немесе бұл сіздің ішкі жағыңыздағы сіздің комфорт әкелетін қандай да бір трансформацияңыз болуы мүмкін. Яғни ішкі өзіңіздің психологиялық мәселелеріңізді шешу, немесе жаңағы өзіңіздің ішкі көптен қалаған потребностьтарыңызды, қалауларыңызды орындау, сол мәселесінде қанағаттану болуы мүмкін. Жалпы 8-ші секторда айдың туылуы бұл өте бір трансформационный уақыттардың бірі. Сіздер сондай терең трансформациядан өтетін боласыздар. Сіздер үшін бұл айдың соңы өте маңызды, және келесі ай өте маңызды болады. Міне таразылар, сіздерге арналған астрологиялық жұлдызнамам осындай. Міндетті түрде каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдауларыңызды білдіріп кетуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.